Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз 3-4 тақырып арифметикалық өрнектердің жазылу ережесі. Жалпы арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері тақырыбын өтпес бұрын, жалпы өрнек дегеніміз не және арифметикалық өрнек дегеніміз не, соның айырмашылығын түсініп алайық. Ең алдымен бізде өрнек дегеніміз бұл арифметикалық және логикалық амалдардың таңбаларымен біріктірілген айнымалылар немесе сандық тұрақтылардың тізбегі дейді. Демек, арифметикалық өрнек дегеніміз арифметикалық амалдармен біріктірілген өрнек болып табылады. Мысалға, қосу, алу, көбейту. Мысалға, x қосылған y көбейтілген z деген сияқты мысалға сондай амалдардың тізбегі. Программалау тілінде математикадағыдай өрнектерді орындаудың өз ережесі бар. Жалпы ондай ережелер тура математикадағы ережелер қабылданады деген сөз. И принципе соларды орындау ережесі ең бірінші жақшаның іші орындалады. Егер өрнекте бірнеше жақша болса, онда амалдарды орындау ішкі жақшадан басталады. Қалған амалдар бірінші кестедегі берілген реттілікпен орындалады деді. Ол бізде кестенің реттілігі мынау тұр. Яғни ең бірінші орындалады, ол дәрежеге шығару, яғни 2-ның 3 дәрежесі. Келесі көбейту орындалады, одан кейін бөлу, кейін бүтін бөлігінің анықтау, қалдығын анықтау, одан кейін қосу, азайту, одан кейін барып салыстыру, меншіктеу операторлары орындалады. Жалпы инкремент пен декремент деген бізде ұғым бар. Жалпы инкремент пен декремент деген ол бізде итерация дегеннен шығады. Итерация дегеніміз ол белгілі бір амалдардың қайталанып орындалуы бізде итерация деп аталады. Ал итерация ол бізде өспелі болуы мүмкін, кемелі болуы мүмкін. Егер постоянно бізде бір былай айтайық, бір күніге бір қадамға артып отырса, қайталанып отыратын болса, бұл бізде инкремент болады. Ал күніге -1-ге кем отырса, или күніге -2, яғни бірдей реттілікпен кемейтін болса, ол бізде декремент болады. В принципе, осы жерде мысал берген, яғни k тең k плюс 1, и каждый раз k плюс 1 болып отыр. Соны бізде инкремент пен декремент деп тұр. Так, келесі бізде мынандай амалдардың программада қысқартылып жазылуы деген бар. Яғни бізде a тең a плюс b дегенді орнына a плюс тең b деп жазсақ та болады. a минус b, a тең a минус b орнына a минус тең b. Яғни меншіктеу операторлардың қысқартып жазылу түрі осылай болып келеді. Және де бізде функциялар берілген. Осы жерде ең бірінші функциялар осы арифметикалық өрнектеудің жазылу ережелерінде келген. Бірақ біз осыға дейін int деген функцияны біз қолданып жүрміз. Одан бөлек input деген функцияны қолданып жүрміз. Және де біз қолданып жүрдік print деген функция. Оның барлығы бізде функция. Функция деген ол атқарылатын какой-то бір қызмет, яғни өзіне берілген қызметті орындауы. Ал мына жерде берілген функциялар ABS дейді. ABS ол бізде санның модулін беру. Модульден шыққан сандар үнемі плюс, яғни оң таңбалы сандар болады. Міндетті түрде функцияларда жақшасы болады. Ол міндетті түрде қағида, ол жақшасыз ол функция болуы мүмкін емес. Int бұл бөлшек сандардағы мысалға санны, мысалы 3,169 болса, соның бүтін бөлігін ғана алып береді. Y бұл бізде 3,98-ге тең. Осыдан да int y дейтін болса, бізге тоже тек қана бүтін бөлігін ғана алып береді. Round деген бар. Round деген бұл бізде санның бүтін бөлігіне дейін жуықтайды, яғни қалыпты жағдайда дөңгелектеу. Ал одан басқа да бізде жоғары қарай дөңгелектеу және төменге қарай дөңгелектеу бар. Онымен қазір сәлден кейін таныс боламыз. Мынау round деген, яғни қай жаққа жақын тұр, сол жаққа қарай дөңгелектейді. Так, тапсырмаларға жақындамас бұрын бірінші біз математикалық өрнек берілген бізде. Мынау бірінші мысал қараңыздар. X тең b плюс 10-сы минус 2a плюс b астында бөлінген a-сы минус 2a. Яғни бұл араларындағы көбейтулерді компьютер түсінбейді. Яғни олардың барлығы міндетті түрде алым мен бөлімін міндетті түрде жақшаға орындап алу обязательно. И приоритет, егер де мысалға жақша мына орындалу керек болатын болса, міндетті түрде оны ішкі жақшаға аламыз. И сыртында көбейту болатын болса, міндетті түрде көбейтуді сыртына жазамыз. И араларында
көріп тұрғандарыңыздай әрқайсысының алдында көбейту белгіленген. Так, в принципе бізде осы қазір осыдан кейінгі арман пвда тағы да берілген кішігірім функциялар бар. Так, қосу амалы, азайту амалы, көбейту амалы, одан бөлек бізде дәрежелеу амалдардан кейін осы жерде импорт маз деген функциялары бар. Бұл жерде мынандай, қазір Pythonда көрсетейін ашып. Ең бірінші функция ABS болатын. Мысалға a тең -9 болсын, print ABS и a деп беретін болсам, маған +9 батырмасы шығады. Міне, +9 батырмасы шықты. Ал енді қараңыздар, кейбір функциялар бізде өздігінен орындалмайды. Оларды шақыру үшін міндетті түрде оның кітапханасын немесе библиотекасын шақыру міндетті түрде. Библиотеканы шақыру импорт деген сөзден басталады. И маз деген сияқты көптеген жалпы оның библиотекалар бар. Тек қана маз ғана емес, көптеген бар. Осының ішінде былай жасайық. Осы жерде қазір бізге арманда берілген импорт мазының ішінде пау деген берген. Пау деген кез келген санды дәрежелеу. Бірінші номер жазылады, и номерден кейін дәрежесі қаншаға артады, соны біз жазатын боламыз. Сквертті бұл санның квадраттың түбірін алу. Міне сейл дегеніміз, бағана айттым сіздерге, егерде раунд деген кәдімгідей дөңгелектеу болатын болса, а сейл деген ол бізде потолок деген мағына береді. Значит, жоғарыға қарай бізде мысалы 1,1 болатын болса, осы санның яғни 2-ге шейін дөңгелетіп береді. Ал сейл дегеніміз, флур дегеніміз болатын болса, ол бізде пол деген береді. Значит, ол төменге қарай бізде дөңгелетіп береді. Міне бізге берген бірінші мысалда импорт маз дегенде n тең маз пау 2-ның 3 дәрежесі деген. Сонда бізде болады print n1 8-0. Және пау деген ең қызығы, ол массыз да істей беретін функция. Мысалға a тең мысалға a тең 3 болсын. Мысалға print пау, оның жақшасы бар. Аның мысалға 2 дәрежесі, ол бізде қазір қайтадан 3 дейін салайық, сол кезде бізде 27 деген шан шығады. Яғни маз пау мен кәдімгі паудың айырмашылығы, мына жерде int деген сан шығады, ана жерде float шығады. Яғни айырмашылығы осындай. Келесі санның квадрат түбірін алу бізде маз сквертімен шығады. Ол жерде де шығып жатқан сандарды қарайтын болсаңыз, 3-тен 0, яғни бұл бізде float деген тип болып саналады. Келесі мынау сейл, яғни бұл ең жақын бүтін санға дейін емес, бұны сразу өздеріңіз жаттап алыңыздар. Бұл бізде наоборот жоғарыға қарай бізде не істеу? Дөңгелектеу. Мысалға айтайық, a тең 3,1 деп алайын, и b тең мысалға 5,9 деп алайын. Қазір қараңыздар. Так, импорт емес, maz точка сейл, и осының ішіне a деп жазайын. Қазір маған 3 емес, 3,1 емес, маған шығады, қазір 4 деген сан шығады. Яғни бұл ең жақыннан негізінде 3 қой, бірақ ең жақын емес, бұл жерде жоғары қарай жасап береді. Қазір мына жерде ол 5,9 болған үшін, қазір ол бәрібір де 6-ға шейін апарып береді. Одан артық апармайды. 5,09 болса да, ол бізде апарады 6-ға дейін. Тура осының қарама қайшысы бізде флур деген бар. Мысалға 5,89 деген санды бұл арады, бұл 5,99 деп алайыншы. Осыны алады да, бұл флур деген полға шейін ұрады ғой. Мына 5 деген ғана шығарып береді. Тура осындай біздегі мына a деген те 3,1 бізге ол жоқ, яғни ең төменгі жерге шейін барып түсіреді, яғни полға шейін түсіру деген. Флур сонда флур төменге, ал не болса сейл потолокқа. Потолок деп өздеріңіз қойып алсаңыздар, солай жаттаған негізі ыңғайлырақ болады. Келесі мысал бізде берілген, атамұрада берілген. Келесі мысалда айтқан өрнектен кейін бізде берген мына жерде қарасаңыздар
ABS бізде бар, Алматы раунд өттік, и diff mode деген бар. Diff mode функциясы ол бізде, яғни ешқандай несі істейді, былайша айтқан кезде ешқандай библиотекасы істейді. Diff mode ол бізге бір дестен, мысалға бір дестен бүтін бөлігін және қалдығын бір мезетте алуға мүмкіндік береді. Тура осыған арналған бір есеп бар. Егер де қарайтын болсаңыздар, Алматының 3-те қаншасыншы есебі деді, 3-те 2-ші есеп па, сондай. Мына есеп қараңыздар. Айдын, Санжар, Асқар үшеуі балық аулауға барады. Балалар сәйкесінше KLM болатын балықтар аулады дейді. Достар осы балықтың, қарамын, 26 балықтың ішінде теңдей қаншауын бөліп алады, және қалдық қанша болады. Яғни осы жерде бірдестен бізге 8 бен 2-ні шығарып беруі сұранған. Тура осы мысалды қазір мен Pythonда оңай қылып шығара салайын. А тең 8, Б тең мысалға 7, С тең мысалға 11. Қосындысы 26-ны береді. Енді қараңыздар, print бүйтейін, мына жерде S дейін да, S тең деп A плюс бұның С-ның қосындысын біріндегі жинайын. Сөйтейін да, мен мына жерге diff mode деймін да. Diff mode деймін да. Осы жерге S-ті деймін. S-ті 3-ке бөлемін, себебі 3 адамға теңдей бөлгендегі мән керек маған. 3 адамға бөлгеннен кейінгі қалдығы керек. Сол кезде менде шығады 8 бен 2 деген бөлек-бөлек жолға шығады, болмаса бір жолға шығады. В принципе, осындай қарапайым жол, и осындай қызықты амал. Diff деген бүтін бөлігі, mod деген бізде қалдығы болып саналады. Так, енді біз ана есептерге оралайық. Енді өзіміздің есептерге. Так, бірінші мына мысалы практикалық тапсырмаларға бөлек видео шығатын болады. Так, Y мәнін табуға болатын программа құрастыр деген. Бұл жерде ABC емес, сразу мән беріп қояды екен да. Бітеміз ода. А тең 4, С тең 2. Үстемізде мына жерге print деп беріп қойған. Қазір көреміз. А-ны көбейткен 2b-ға, оны бөлген. Мәні шығу керек. Бізде қанша шығады қазір? Мынау сызық жайлы бұл жерде қате дейді. 0,21, 27 деген мән шығады екен. Екінші практикалық тапсырма. Өрнектің мәнін табатын программа құрастыр деген 451 болған. 451 float input арқылы енгізген. Сөйткенде бұны коды дайын тұр екен. Так, float на print ABC. Так, B3 мына жерде, мынау минусқа оқымайды. Тексеріп көреміз. Так, қандай мәндер? 4, 5, 1. 4, 5, 1. 5 минус 5 бүтін 83,78. В принципе, осылай. Енді практикалық тапсырмаларға келдік. Практикалық тапсырмалардың барлығына қасына бөлек видео шығатын болады.